Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Алматы қаласы Алатау ауданы нөмірі 26-шы жалпы білім беретін мектеп директоры Сейтахметова Галя Ақылбекқызы. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының жолдауында айтқандай, болашақта өркениетті, дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін ол білім. Осы орайда біздің мектебіміздің ұстаздары білім сапасын арттыру мақсатында Lesson Study үдерісін тәжірибе алаңына айналдырды. Бүгінгі күні 13 зерттеу тобы әрбір пән бірлестіктері бойынша өз зерттеу жұмыстарын жүргізуде. 10 топ офлайн форматта, 3 топ онлайн форматта жұмыс атқаруда. Биылғы оқу жылының мақсаты пандемия, яғни оқшаулану кезеңінде қашықтықтан оқыту барысында жіберілген олқылықтардың орнын толықтыра отырып, жаңа оқу бағдарламасын тиімді іске асыру. Тәжірибесі аз мамандарға қолдау көрсету, ынтымақтастық орта құру. Әріптестеріміз Lesson Study үдеріс аясында бірлесе отырып, мақсатқа жету жолында аянбай еңбек атқаруда. Соның дәлелі ретінде сіздерге лайфхак ұсынамыз. Сабағында 7 стратегия қолданылды. 7 жұмыс іске асты. Топтық жұмыстың мен нәтижелеген бойынша оқушыларымыздың бүгінгі сабаққа қатысқан 77% болды. Біздің табыс қоғамдастығымыздың Lesson Study сабақтарының бәрі электронды түрде және файлдарда жатталған.